Жусан банк игілік жасап миллион ұт акциясын қорытындылап бүгін Алматыда жеңімпазды марапаттады. Ең басты сыйлық Tesla темір тұлпары. Одан өзге акция аясында банктың 63 клиенті миллионер атанды. Сонымен 2 айға созылған байқаудың жеңімпазы кім болды? Автокөлікті тізгіндеген бақытты жанмен әріптесім Арнат Дүйсенде тілдесті. Бұл автокөлік қаладағы ойын-сауық орталықтарының бірінде тұрғанда Жусан банк клиенттері игі іс жасап жатты. Яғни мобильді қосымшада ойын түріндегі қарапайым тапсырмаларды орындап, акцияға қатысу мүмкіндігіне ие болды. Шарт кем дегенде 1000 теңгеге сауда жасау немесе мобильді қосымшада қызметтерге ақы төлеу. Сам конкурс, он был в таком игровом формате, но конкурстың өз ойын форматында болғанымен пайдалы тұстары да бар. Мәселен, онда жақын адамыңа кофе сыйла, туысыңды тәтті тағаммен қуант деген секілді тапсырмалар болды. Бұл бір жағынан жақсылық жасауға да бағытталған. Жұмсайтын ақша да көп емес, кемі 1000 теңге. Акция игі іс жасай отырып миллионер атануға немесе көлік жеңіп алуға мүмкіндік берді. Tesla Model Y темір тұлпарының су жаңа қожайыны алматылық 58 жастағы Сәуле Ақпанбаева. Ол Жусан банктың бұрыннан бері келе жатқан клиенті. Акция барысында 41 тапсырманы орындап, жеңімпаз атанды. Айтуынша 2 тапсырманы орындай алмаған өйткені, онда көлікке жанармай құю керек болған екен. Өз басында темір тұлпар болмағандықтан, одан бас тартыпты. Если честно, мы были уверены, Біз ең болмағанда миллион ұтатын шығармыз деп ойладық. Бізге жұма күні хабарласып, сіздер Tesla жеңіп алдыңыздар дегенде алғашында сенбедік. Қуанышымызда шек жоқ. Көлікті немереме сыйлаймын. Биыл жазда ол 18-ге толды. Мен ойлаймын, бұл керемет сыйлық деп. Айта кету керек, Жусан банк игілік жасап миллион ұт акциясы барысында әр күн сайын қатысушылар арасынан 1 миллион теңгенің жеңімпазын анықтап отырды. Осылайша 63 адам миллионер атанды. Оған қоса барлық тапсырмаларды орындаған 10 клиентке естелік кәдесыйлар берілді. Қатысушылардың барлығы жеңімпаз атанбаса да ынталандыру сыйлығына ие болды. Арнат Дүйсен, Рашид Жексенбай, Атамекен бизнес арнасы, Алматы.